Мәдина ханым. Теңге валютасы қашан айналымға енді? 1900. Менен сұрасыз ба? 93. Теңге валютасы, мен сізге сұрақ қоямын. Теңге валютасы айналымға қашан енді? 93. Абай Құнанбаевтың туған жылы? 1800. Қазақ хандығын құрған кім? Тұршы не бе сол жақ? Уақыт жоқ, жауап бер деген ол осылай. Балалар өстіп отырмайды, мұғалімдер күтіп. Сұрақ қояды, таста жауап береді де, күнделігін жинап алып кетеді. Мен отырамын ба сізбен 2 сағат жарым енті ұқсап бұл сізге енті емес бұл. Вступительный экзамен емес бұл. Сен вузға түсіп атқан жоқсың ғой бұл жерде. Жауап бер деп аталады. Жауап бер. Қазақ хандығын құрған кім? Керей мен Жәнібек. Дұрыс. Сен асықпай. Қазақстанда қанша облыс бар? Қазір қосылды 2 облыс. Жоқ, мен кімге қараймын, сол жауап береді. Қазақстанда қанша облыс бар? Айтыңызшы, кім бірінші жауап береді? Қазақстанда қанша облыс бар? Мақалды жалғастырыңыз, еңбек етсең? Ерінбей, тояды қарның... Емерсің, 300-дің басын біріктірген хан. 300-дің басын біріктірген хан. Беркут. 300-дің басын біріктірген хан. Абылай ханның бала кездегі аты? Мансұр. Сабалақ. Қазақтың жаңа жылы? Наурыз. Нешіншісі? 22 наурыз. Неғып жұтылысың ба? 22 наурыз. Рейхстагқа ту тіккен қазақ батыры. Рахымжан Қошқарбаев. Қазақстанның бірінші астанасы? Қызылорда, Перовск. Қазақстандағы екі теңіз? Каспий теңізі. Арал. Мен сізге сұрақ қоя берейін, сіз жауап беріңіз. Каспий арал. Жер көлемі бойынша Қазақстан нешінші орында? Жер көлемі 3-ші орында. 3-ші емес, 1-ші орында. Дей салайықшы. Паркет санап кел. Нешінші орында? 1-ші орында. Точно. 9. Қазақстанда қанша сағат белдеуі бар? 2. Біреу Астана, біреу... Дұрыс. Беркут, сен вообще жауап берме. Қызылорда, Маңғыстау солар. Қазақстан тарихындағы алғашқы мультфильм. Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Тосы, давай, тоқтама. Тушься, давай. Я в тебя верю. Тура, гинеколог, акушер сияқты отырмын. Екеуінің орталарында бар ғой. Сен өздік неге сілкініп жауап... Целиноград қаласының атауы осымен қанша рет өзгерді? Қанша рет? 4, 3, 2, 5, 4, 3. Қандай? Ақмола. Целиноград. Жоқ, Целиноград, Ақмола. Алғашқы алтын адам табылған қала. Мына жерде жақын жерде кеттік, барып келейік. Алматы облысы. Қала. Ғарышқа екінші болып ұшқан қазақ космонавты? Так, тұр. Бірінші болып ұшқан Тоқтар Әубәкіров, екінші Талғат Мұсабаев. Талғат Мұсабаев. Қазақ тарихындағы ең алғашқы фильм? Шәкен Аймановтың түсірген. 9-я рота? Жоқ. Сен неге адамды шатастыр? Алғашқы фильм? Амангелді. Қазақ алфавитінде қанша әріп бар? Қарабал үстіңе. Қазақ алфавиті жоқ менің мама. 42. 42, дұрыс, стоп! Ойбай.